Мен 14 октябрь күні Төле би мен Бауманға тұрған киоскіден моментальный лотерей миллионер дегенді алдым. Соңынан сәл сол жерде моментальный ашып көрдім. Ашып көріп едім, маған 1 миллион теңге ұтыс шықты. Сол ұтысын қазір 4 ай болды аламай жүрмін. Барлық прокуратураға да біраз жерге бердім арыздарымды. Арыздан пока конкретный результат маған болған жоқ. Не болатынды мен билетімді экспертизаға алған жоқ. ДБД города, қаланың ДБД-сы уголовный дело ашты, бірақ әлемі билетімді немге экспертизаға алған жоқ. Бұлардан енді мен қашан олардың маған тексеріпті, дұрысын тексеріп, қашан маған менің миллион теңгемді алып беретін мен әлі білмеймін. Бинго! Билет лотерейный, я хочу выиграть большую сумму, если есть такая вероятность. А, к сожалению, нет. Выиграть миллион. Может, мне повезет. У меня миллион! Ура! Миллион! Миллион! Ура! Берите выигрыш. А где выигрыш? Где выигрыш? Где? А что это получается? Да. Нет выигрыша? Ребята, может, сыграем? Сыграем давайте. Нет. Это одно и то же. Это одно и то же. Нет, одно и то же. Нет. У меня выигрыш будет. Нет, лотереям не верим. И уличным мошенникам тоже не верим. Правильно? Нет обмана. Вот пострадавший пенсионер. Я пошел за миллион.